Үшінші бөлім. Миллион деген ғажайып нәрсе ме? Адамдардың көпшілігі 1 жылда қол жеткізетін нәрселерін асыра бағалайды да, ал 10 жылда қол жеткізетіндерін жете бағаламайды. Джим Рон. Амбиция үстемдігі. Егер сізге 6 айдан кейін 50 мың евроға ие боласыз, немесе 7 жылдан кейін 1 миллион евроға ие боласыз десе, қайсысын таңдар едіңіз? 50 миллион евро ақшамен бе, әлде шабыдан толы мүмкіндікті алар ма едіңіз? Қысқа мерзім ішінде қазіргіден көбірек ақша табу үшін әлбетте қазіргіден көбірек жұмыс істеу керек. Алайда 7 жылдан кейін миллион евроға ие болу үшін көбірек жұмыс істеу жеткіліксіз. Өзгерістерге алып келетін 5 деңгей. Өзгеріс жүзеге асатын 5 кезең бар. Ол жайлы осы кітабымда сөз қозғамақпын. Негізінде алысты көздейтін өзгерістер осы 5 кезеңнің әрбір кезеңінде өзгерістер орын алған жағдайда ғана жүзеге асады. Бірінші деңгей. Сіздің қазіргі өмір сүру жағдайыңызға көңіліңіз толмайды. Жағдайды өзгерту үшін әрекет ету керек. Мысалы, сіздің жазу үстеліңіз хатқа толып қалған. Үстеліңіздің бетінің қандай түсте екенін еске түсіру үшін үстеліңіздің үстін реттей бастайсыз. Екінші деңгей. Сіз қалаған нәтижелеріңізге қол жеткізе алмай жатырсыз. Жалғыз әрекеттердің жеткіліксіз екенін түсінесіз. Әрекеттеріміз проблеманы шешуге бағытталуы керек. Өзіңізден қалаған нәтижеме аз күш жұмсай отырып қалай қол жеткізсем болады деп сұраңыз. Мысалы, сіз көп жұмыс істейсіз, бірақ айдың аяғында сіздің табысыңыздың атқарған жұмысыңызға сәйкес емес екенін түсінесіз. Шешімін жаңа әдістер мен технологиялар береді. Көп адам арнайы әдебиеттерден тап осыны нәтижеге жетуге кепілдік беретін формулаларды іздейді. Келесі бөлімдерде осыған байланысты көптеген нақты технологияларды, стратегияларды және кеңестерді таба аласыз. Ұзақ уақытқа жарамды шешуші өзгерістер жоғары деңгейлерде жүзеге асады. Үшінші деңгей. Технологиялар әлбетте сізге көмектесті, алайда өз жетістіктеріңізді басқа табысты адамдардың жетістігімен салыстырғанда, олар мақсаттарына аз күш жұмсап жетістікке беделді достарының көмегімен жеткендей болып көрінуі мүмкін. Мысалы, сіз кенеттен бір проблемаға тап боласыз. Әдетте сіз бар күш-жігеріңізді өз ісіңізге арнайсыз, бірақ қазір ең алдымен проблеманы шешу керек. Шешімі оңай емес, мәселе сіздің жеке тұлғалық өсуіңіз бен дамуыңызға байланысты болып тұр. Істің тез бітпейтіні белгілі, себебі сіз тез арада технологиялардың көмегімен беделді таныс таба салмайсыз ғой. Өзіңіз қалағандай адам болу үшін уақыт керек. Проблеманы шешудің бір жолы мүмкін сіздің үлгі алатын, тәнті болатын адамдарыңыз бар шығар. Солар сияқты басқа адамдарға үлгі бола білу, сәйкесінше өз өміріңізді үлгі болатындай етіп құра білу. Төртінші деңгей. Басқа адамдармен араласа келе және өз-өзіңізбен сөйлесе келе өмірге деген көзқарасыңызды салмақтай бастайсыз. Біздің өмірге қарап отырған көзілдірігіміз керемет әлемімізді джунглиге айналдырып жіберген. Онда өмір сүру үшін бір-бірімен жанталас қана көрінеді. Мысалы, ешкімге сенбейтін адамдар болады. Олардың бірнеше рет адамдардан көңілі қалған. Сондықтан да сақтықпен әрекет етеді. Олар барлық нәрсеге сенімсіздікпен қарап, барлығының бойынан тек кемшілік іздейді. Көп жағдайда бұндай адамдар өздеріне өздері кедергі болады, өйткені айналасындағы адамдар олардан аулақ жүруге тырысады. Мұндағы аурудың емі біреу ғана. Әлемді басқаша көзілдірікпен, жаңа көзілдірік, жаңа әйнек алу керек. Шынайы өмір сан қырлы, бірақ біздің шынайы өміріміз оны қалай қабылдайтынымызға байланысты. Егер өмірге жаңа көзілдірік арқылы қарасақ, әлем басқаша болып көрінуі мүмкін. Менеджменттен дәріс беретін атақты оқытушы Стефан Кови мынадай оқиғаны айтып берді. Бірде баяндама оқу үшін бір іс-шараға кетіп бара жатады. Ол жолда баяндамасына дайындалмақшы болады. Осы кезде вагонға 3 бала мен 1 ер адам мінеді. Балалары айқайлап, шулап, орындықтарға секіріп, жолаушылардың мазасын алады. Балалардың әкесі оларды сабырға шақыруға тырыспаған. Ол тек терезеге қарап отыра берген. Балалар одан ары шулай түседі. Олар орындықтарға шығып секіріп, тіпті кейбір жолаушыларды жұлқылай бастаған. Бір кезде олар бір әйелдің шашына жабысады. Алайда әкесі түк болмағандай отыра береді. Стефан Ковидің шыдамы таусылады.
Өзін әрең ұстап орнынан жылдам тұрып, ол отағасына: «Кешіріңіз, балаларыңыздың барша жұрттың мазасын алып отырғанын отырсыз ба? Оларды тәртіпке шақырмайсыз ба?» дейді. Өзін ашуға бой алдырмай, жасаған әрекетіне риза болған ол орнына қайта отырады. Әкесі ойын бөліп баяу көбеге бұрылады да: «Иә, балаларымның әрекеті үшін және оларға назар аудармағаным үшін кешіріңіз. Менің әйелім балаларымның анасы бірнеше сағат бұрын қайтыс болып еді. Мен әрі қарай қалай өмір сүру керек екенін білмеймін. Мен және балаларымның бұны аяғына дейін сезіне алмай отырмыз. Олар өздерінің сезімдерін осылай білдіріп жатса керек, өтінемін, кешіріңіз» депті. Бізде де, біздің айналамызда да бақытты ететін көзілдіріктер бар шығар бәлкім. Біз барлығына ақ-қара әйнекпен қарамауымыз керек. Қателіктер мен жағымсыз әрекеттерді емес, мүмкіндіктерді көретін көзілдіріктер бар. Ақшаны күш ретінде, соғыстың қаруы ретінде, адамдарды сараңдық пен жалғыздыққа апаратын құрал ретінде көретін көзілдіріктер де бар. Біз мәселенің бәрі көзқараста екенін түсінуіміз керек. Дәл осылай ақшаға басқа көзқараспен қарауға да болады. Біз көзілдірігімізбен ақшаның көмегімен ауруханалар салынып жатқанын, ашыққандарға көмек беріліп жатқанын, адам өмірін ұзарту үшін жағдайлар жасалып жатқанын көре аламыз. Ақшаның көмегімен өмірді жақсартуға, көптеген жақсы істер істеуге болады. Ал өзіңіз айтыңызшы, қандай көзілдірікпен бай және бақытты боласыз? 5-ші деңгей. Жеке тұлғамызбен өзімізге көзқарасымызды өзгерте отырып, үлкен өзгерістерге қол жеткіземіз. Мысалы, Хайнц Хартиг сатушы болып жұмыс істейді. Ол ерінбей жалықпай бар ынтасымен жұмыс істейді және жұмысқа қажетті барлық дағдыға ие. Ол сыйлы, адамдар оны жақсы көреді. Ол клиенттеріне досына қарағандай қарайды. Олардан пайда табуды ғана ойламайды. Ол клиенттерге кеңес береді, олардың сезіміне ие. Бұл әрине жақсы, алайда айтарлықтай нәрсе емес. Мұнда мәселе Хайнц Хартигтің өзін кім деп санауында. Егер ол өзін сатушымын деп ғана ойласа, клиенттерге жағынуы керек. Бірақ өзін маманмын деп ойласа, онда клиенттердің өзі оған қызығушылық танытады. Хартигтің көптеген шешімі мен әрекеті оның өзін сатушы немесе маман ретінде санауына байланысты өзгерер еді. Өзіңе көзқарасың, бұл ұдайы орындалып кететін көріпкелдігің. Менің барлық жағдайда өзін құрбан ретінде көретін компаньоным болды. Ол барлығы оны ұдайы алдап кететініне сенімді еді. Ол барлығы жаман деген көзілдірік киіп жүретін. Шынында да оны бір фирма 3 рет алдап кетіп, көп ақша жоғалтады. Бұл оның үнемі алаяқтардың құрбаны болатынына сенімін нығайта түседі. Ол бұл әлем үшін тым аңқаумын деген ойда болды. Өкінішке орай, ол алдаған фирмамен шарттарына байланысты келісімді жоя алмайды. Оны өзі де қаламайтын еді. Бұл жерде оның құрбандық рөлі расталып тұр еді. Ол өзінің негативті көзқарасын маған да жұқтырды. Ұдайы, Шефер мырза, абай болуымыз керек деп айтып отырар еді. Бір күні өзімді онымен бірге қорғаныс жоспарын құрып отырған жерімнен ұстап алдым. Жаңа кәсіпорындағы алғашқы қадамымызды қорғаныс жоспарынан бастауымыз ақылға сыймайтын әрекет еді. Біріншіден, бізде әлі қорғайтын ештеме жоқ болатын. Екіншіден, менің көзқарасыма қайшы болатын. Мен кез келген келеңсіз жағдайдың өзінен позитивті аспект іздеймін. Мен барлығы жақсы болатынына нық сенемін. Мен үстелді алақаныммен сарт еткіздім де, болды, жетер, бұл туралы ойлағым да келмейді. Одан да сізді 3 рет алдаған әрекеттен қандай жақсылық ала алатынымызды анықтап көрейікші дедім. Менің серіктесім қып-қызыл болып, ашу қысқаннан шашалып қала жаздады. Жақсылық, есіңіз дұрыс па деді. Сонымен біз оның сәтсіздіктерінен жақсылықты іздеуге көштік және оны таптық та. Фирма бостары ары таза болмағандықтан өздерінің әрекеттеріне ұялып, бізбен ұзақ мерзімге келісімшарт жасасты. Біз бір келіссөздің барысында қомақты ақшаға қол жеткіздік. Ажайыпқа толы 5 кезең.
Егер сіз бірнеше стандартты тәсілдердің көмегімен және ештеңе істемей-ақ миллионға қол жеткіземін десеңіз, қателесесіз. Бұл кітап сізге ысытып жей салатын дайын тағам емес. Яғни кітапты оқығаннан байып кетем деп ойламаңыз. Оның себебі сіздің бойыңызда жоғарыда аталған 5 деңгейде терең өзгерістер орын алуы керек. Алайда осы 5 деңгейді есепке алсаңыз, ғажайып болуы әбден мүмкін. Бір күні қасиетті Петр Иисусқа келіп, «Ұстаз, бізде проблема туындады, ертең салық төлеуіміз керек. Алайда бізде ақша жоқ» депті. Иисус, «Проблема емес» деп жауап беріпті. Қасиетті Петр, «Ұстаз, сіз түсінген жоқсыз, ертең салық төлеуіміз керек, ал бізде ақша жоқ, бұл проблема» депті. Тағы да, бірақ Иисус тағы, «Проблема емес бұл» деп жауап қайтарыпты. Айналаңа проблеманы шеше білетін адамдарды жина. Олар ерте тұрып кеш жатады. Олар мәселені шешу үшін қажетті жағдайлардың бәрін жасайды. Бұл адамдар үшін проблема сөзі түкке тұрмайды. Және бұндай адамдар, бұндай жағдай неге менің басымнан өтті екен деп қайғырмайды. Иисус проблеманы қарапайым жолмен шешті. Ол қасиетті Петрді балық аулауға жіберіпті. Петр керемет балықшы болатын. Петр ұстаған бірнеше балықтың аузынан тиын табылады. Ол тиын салықты төлеуге толық жетеді. Қарапайым сабақ. Бірінші деңгей. Ғажайып біз әрекет еткенде ғана болады. Екінші деңгей. Егер балық аулайтын болсаңыз, сізде оған қажетті дағды болуы керек. Үшінші деңгей. Сіз адамдар сізден ақыл сұрайтындай деңгейде болуыңыз керек. Петр Иисусқа ақыл іздеп келді. Төртінші деңгей. Салық проблема емес. Мемлекет сізді тонау үшін жаратылған жоқ. Бесінші деңгей. Сіз менде проблема жоқ деген типтегі адам болуыңыз керек. Әлемде ғажайыпқа қол жеткізетін адамдар көп. Ғажайып дегеніміз біздің өмірлік тәжірибемізге кереғар келетін кеңістік пен уақыттағы оқиғалар. Бүгінде тәжірибеңізге сүйене отырып, көзіңізге елестете алмайтындардың барлығы сіз үшін ғажап нәрсе болып табылады. Байлықтың белгілі бір өлшемі мен белгілі бір жалақы кейбіреулер үшін ғажап нәрсе болуы мүмкін. Жалақысының 2 есе өскенін әркім елестете алуы мүмкін, алайда жалақысының 10 есе өскені кейбіреулер үшін ғажап нәрсе. Бір кездері мен үшін ай сайын 20 000 евро табу ертегі болып елестейтін. 50 000 евро табуды тіпті ойлауға мүмкін емес сома болып есептейтін едім. 2,5 жылдан кейін мен өмірімде алғаш рет бір айда 10 000 евродан аса ақша таптым. Дегенмен артқа көз сала отырып, оны мен ғажайып деп бағаламас едім. Өйткені оған жету үшін қандай ауыр жұмыстар атқарғаным өзіме ғана аян. 3-ші, 4-ші, 5-ші деңгейлерде өзгерістер бола бастағанда ғажайыптар орын ала бастайды. Біз бұл өзгерістерге өзімізді дайындай аламыз. Спортшының теледидар алдында Олимпиада ойындарын қарап отырып медальдан үміттенгені сияқты. Ғажайыпты күту ақымақтық. Ғажайып өз-өзіне бола салмайды. Оны өзіміз жасаймыз. Ол үшін ұдайы өсіп дамып отыруымыз қажет. Ұдайы өсіп даму менің өмірлік ұстанымым болып кетті. Біз рухани өспесек, біз өшеміз. Өсу өмір деген сөз. Ұдайы өсіп даму дегеніміз өзіңді тірі сезіну деген сөз. Мүмкіндігінше жақсара түсу деген сөз. Кітаптар. Сіз әрбір байдың үйінде кітапхана бар екенін байқаған боларсыз. Қалай ойлайсыз? Ол кітаптар кітапхананы кітап сатып алуға мүмкіндігі болғаннан кейін ғана ұстай ма? Әлде көп оқығаннан байып отыр ма? Бір дана адам өзі оқыған кітаптарының жиынтығы деген екен. Кітап оқудың не маңызы бар? Бір жағынан біз жаттаған әрбір сөзден жаңа идея туындайды. Ал идея баға жетпес байлық. Біздің табысымыз біздің лексикамызға пропорциялы түрде өседі. Бүгінде біздің артықшылығымыз кітаптың өміріміздің ажырамас құрамдас бөлігіне айналуы. Бұл үнемі мұндай болған жоқ. Егер сіз өткен ғасырдың студенті болсаңыз, сізде ешқандай кітап болмаған болар еді. Мен кітаптардан көп жылға тәжірибелер мен зерттеулерді
Небары 1 сағаттың ішінде тауып алуды бүгінгі күннің жетістігі дер едім. Біз өткеннің қателіктерін қайталамауымыз керек. Барлық білім кітапта жазылған. Оларды тауып оқуымыз қажет. Біз ақпараттар ағымына қарай қозғалуымыз керек. Біз ой еркіндігіне, басылым еркіндігіне иеміз. Және кітап шығаратын станок та әлде қашан ойлап табылған. Сіз бұл мүмкіндікті қалай пайдаланып жатырсыз? Өміріңіздің 5 саласына байланысты кітаптарды оқисыз ба? Аптасына 2 кітап оқитын болсаңыз, жылына 100 кітап болады. 7 жылдан кейін ол 700 кітап болады. Осы 700 кітап сізді өзгертетініне сенесіз бе? Сіз, мен оны қалай жасаймын, менің уақытым жоқ деуіңіз мүмкін. Олай жылдам оқу техникасына үйрететін кітап оқыңыз. Өйткені уақыт өте қымбат. Сіз небәрі 3 сағат жаттығу арқылы оқу жылдамдығын арттыра аласыз. Онда сіз минутына 1000 сөз оқитын боласыз. 300 беттік сөзді 2 сағатта оқып шығасыз. Уақытты үнемдеу үшін тағы бір кеңес. Сіз қызықты бір адаммен таныстыңыз делік. Уақытыңызды жай әңгімелерге жоғалтпай, оның қандай кітап оқығанын сұраңыз. Ол қызық деп тапқан 2-3 кітап туралы сұраңыз. Ол кітаптарды неге жақсы деп ойлағанын сұраңыз. Осылайша сіз кітапты сүйетін адамнан тегін кеңес аласыз. Бірнеше минут ішінде ол кітаптарды оқыңыз керемет жоқ па екенін шешіп аласыз. Осылайша мен кітаптан ой қазынасын таптым. Сіздің жеке табыс журналыңыз. Журнал бұл бос кітап. Сіз өзіңіз жазатын кітап. Оны тек өзіңіз үшін жазасыз. Әрбір адам күнделікті өзінің табыс журналын жазып отырса құба-құп болар еді. Оның ішіне бір күн бойы жеткен жетістіктеріңізді жазыңыз. Әрбір мақтауды, әрбір комплиментті жазып қойыңыз. Егер тәртіпті болсаңыз, тапсырманы керемет орындасаңыз, біреуге бақыт сыйласаңыз, оны да жазып қойыңыз. Өкінішке орай біз миымызға сене бермейміз. Біз жетістіктерімізден гөрі қателіктеріміз бен сәттіліктерімізді есімізде жақсы сақтап қаламыз. Сондықтан да біз өзіміз туралы жаман ойлаймыз. Біздің айналамыз бен тәрбиемізде осы негативті тенденцияны қолдап тұрады. Осылайша біз жас баладай бір яға 10 рет жоқ деп жауап береміз. Бұқаралық ақпарат құралдарынан алатын ақпараттарымыздың 80% негативтен тұрады. Сондықтан да осылардың бәріне төтеп беріп, өзің туралы жақсы көзқарасыңды сақтауға тырысу керек. Ұлы адамдардың бәрі өзінен кейін күнделік қалдырған. Олар атақты болмас бұрын және жаңалықтарын ашпас бұрын өте ерте күнделік жаза бастаған екен. Олар ол кезде өздерінің әйгілі болатынын білген жоқ. Мүмкін осы жазбалар олардың табысқа жетуіне мүмкіндік берген шығар. Қалай болғанда да ол жазбалар бізге олардың позитивті ойларын жеткізіп отыр. Өзіңіз туралы жаза бастағанда өзіңізге байыппен қараңыз. Жұмыс күнімізді бастамас бұрын мен жүйелі түрде табыс журналына жазба жазамын. Осылайша өз-өзіме сенімділігімді арттыра түсемін. Жылдар өте келе табыс журналына қоса мен идеялар журналын, қарым-қатынас журналын, таным журналын және басқа да журналдарды жаза бастадым. Сенімділік дегеніміз кездейсоқ нәрсе емес. Біз ешқашан өзімізге жеткілікті мөлшерде сенімді бола алмаймыз. Табысқа жету жолында тоқтап қаламыз да ары қарай жылжимыз. Қозғалысымыз өз-өзімізге сенімдіміз бе, алға қадам баса аламыз ба соған байланысты. Өзіне сенімсіз адамдар тәуекелге бара бермейді. Ал тәуекелге бармайтын адам ол ештеңе істемейтін, ештеңеге иелік ете алмайтын адам. Айырмашылық осы сенімділіктің бар жоғында, және бұл сенімділікті табыс журналы нығайта түседі. Тап қазір, бүгін немесе кеше жақсы жасаған ісіңіз туралы есіңізге түсіріңізші. Қандай жетістікке жеттіңіз? Кімге жол бердіңіз? Сізге комплимент жасаған адам болды ма? Егер басыңызға ешқандай ой келмей тұрса, онда өз құндылығыңызды жеткілікті білмейсіз. Қаншалықты аз жазсаңыз, соншалықты табыс журналын жүргізу маңызды. Дегенмен, өз құндылығыңызды керемет білетін болсаңыз да, өмірдің сізге деген тапсырмасы таусылмайды. Ол сізді ары қарай дамыта түседі. Ал жаңа тапсырманы орындауға тәуекел етесіз бе? Ол енді жеке тұлғаңызды өзіндік бағалауыңызға байланысты. Бұның шынайылығын тексеру үшін өзіңізден сәтсіздікке ұшырайтынымды білсем, қандай мақсатта қозғалар едім деп сұраңызшы. Біздің келесі шешуші қадамды жасамауымыздың себебі тыныштығымызды сақтау немесе өмірге риза қалпымыздан ажырап қалмау деп ойлаймыз. Шындығында бұл сылтау ғана. Оның себебі біз табысқа сенбейміз. Негізгі кеңестер. Күнделікті табыс журналын жазыңыз және өз-өзіңізге сенімділігіңізді нығайтыңыз. Біздің сенімділігіміз тәуекелге баратын бармайтынымызды айқындайды.
Тәуекелден қашу арқылы дамуға жол бермейсіз. Біздің ойымыз, тәрбиеміз және айналамыз өз-өзімізге маңыздылығымызды нығайта алмайды. Ол өз-өзіңізге сенуден бастау алады. Сіздің қаншалықты жақсы екеніңізді түсінуге табыс журналы көмектеседі. Табыс журналын жаза отырып, сіз бірінші кезекте өзіңіздің керемет жақтарыңызға назар аударасыз. Уақыт өте келе, сізге жақсы істеріңіз туралы журналға жазып отыру әдетке айналады. Біз күткен жағдайлар өмірден аларымызды айқындайды. Өзімізді маңызды сезіну біздің болашаққа болжамымыздың қаншалықты екенін бағамдап береді. Семинарлар. Кітап оқуға қарағанда семинарлардың белгілі бір артықшылықтары бар. Біз бір мезгілде тыңдаймыз, сезінеміз және басымыздан өткереміз. Сезім мүшелеріміздің барлығы қатысқан сайын оқуымыз да жеңіл болады. Сонымен қатар баяндамашымен көзбе-көз сөйлесе аламыз. Тіпті үлкен семинарларда да мен жүргізушілермен танысып, байланыс орнатуға тырысамын. Семинарлар сондай-ақ күнделікті тіршілікті ұмытып, өзіңе басқа жақтан қарауға мүмкіндік береді. Бұл бізді қалыптағыдан тыс ойлауға, ескі оқиғаларды жаңа ракурстан көруге мүмкіндік береді. Кейде бұл түйсігімізге сенуді үйретеді. Қиындатып оқу атмосферасының артықшылығы семинарға өзімізбен ұқсас ниетте келген қатысушылармен кездесу. Осындай таныстықтан құнды байланыстар дамуы мүмкін. Жақсы семинарлар әдетте қымбат болады, сондықтан оған көп адам қатысуға қорқақтайды. Бір кездері менің ақшам аз кезде жылына кем дегенде 4 семинарға қатысамын деп шештім. Мен бұны жиі істей алмадым, алайда біліктілігімді көтермеу одан да жаман екенін білдім. Кәсіби деңгейімді көтеруге кеткен ақшамыз надандыққа төлейтін құнымыздың қасында түкке тұрмайды. Семинардың қымбаттығы мені тоқтата алған жоқ. Мен құны 30.000 евро тұратын семинарларға да бардым. Және келесі 2 айдың көлемінде семинардың құнынан 2 есе артық қосымша табыс таптым. Бізге еуропалықтарға таңғажайып болып көрінетін нәрселер ақш-та қалыпты қажетті нәрсе болып саналады. Америкалық фирмалар жылына қызметкерлеріне жұмыстан бос уақытта 40 күн семинарға баруға бөледі. Қызметкерлері 40 күн бойы жұмыс істемесе де фирма жалақыларын төлейді, және бұл өзін ақтайды. Жапонияда бұл қалыпты жағдай. ақш-та семинарлар нарығының жылдық табысы 700 миллиард евроны құрайды. Біз, еуропалықтар, бұл үрдістен шығып қалмас үшін қырағы болғанымыз жөн. Үлгі болатын адамдар. Біз өміріміздің алғашқы күннен бастап еліктеу әдісімен өмір сүреміз. Бізге қоршаған ортамыздың ықпалы зор болады. Ешқандай кітап бізге айналамыздағы адамдар сияқты керемет ықпал етіп, қалыптасуымызға әсерін тигізе алмайды. Егер біз өзімізден мықтырақ, жақсырақ адаммен сөйлесе бастасақ, рухани өсе бастаймыз. Егер де керісінше, өзіңізден нашар адамдармен араласа бастасақ, біз бір орыннан қозғалмаймыз. Дегенмен де біз бұл ықпалды жете бағалай бермейміз, өйткені ойлау образымызды дербес деп санаймыз. Менің соңғы кеңесім бұл туралы. Егер біз төсекке итпен ұйықтайтын болсақ, бүргемен бірге оянамыз деген. Бұл тақырыптың қиындылығы, маңыздылығы және салдары ауыр болатыны сондай, мен бұған бүтін бір бөлімді арнадым. Бұл туралы 13-ші бөлімде кеңесші және мамандар желісі атты тараудан оқи аласыздар. Ғажайыпты жасау үшін батылдық керек. Осы бөлімнің басында сіз адамдардың көпшілігі бір жылда қол жеткізетін нәрселерін асыра бағалайды да, 10 жылда қол жеткізетіндерін жете бағаламайды дегенді оқыған едіңіз. Көп жетістікке жету үшін жоғарыда атап өткен 5 деңгейді терең өзгерістер қажет. Бұл белгілі бір уақытты қажет етеді. Бұл өзгерістер белгілі бір жағдайда бірден байқала бермейді, бірақ байқалса жарылыс түрінде көрінеді. Бұл жағдайды бамбук жақсы елестетеді. Фермер бамбук көшетін отырғызып, оны күлмен тыңайтады. Ұйқыдағы өсімдік 4 жыл бойы сыр бермейді, жердің астында бір қалыпты жата береді. Фермер оны 4 жыл бойы күнде суарады. 4 жылдан кейін көшет жердің үстіне атылып шығады. Енді бамбук 90 күн ішінде 20 метрге өседі. Осы 4 жыл бойы фермер дәннің тірі екеніне сенімді емес еді, алайда ол үмітін үзбейді. Ұзаққа жетелейтін мақсаттардың авторы өзінің жоспарына да осылай сенуі керек. Бұл өнерде батыл болған дұрыс.
Барлық 5 деңгейде бірдей жұмыс істеу бізге батылдық береді. Тәуекелге бармасаң ғажайыптар болмайды. 7 жыл ішінде байлыққа қол жеткізу үшін тәуекелшіл болу керек. Сіз үшін тәуекел деген не? Егер қорықпасаң, бұқамен күресу түкке тұрмайды. Өзің қорыққан бұқамен күреспеу де саған түкке тұрмайды. Бірақ бойында қорқыныш билеп тұрып бұқамен күресу бұл керемет деген екен бір атақты Тореадор. Ал бір өте бай адам оны былай суреттеген: барлық жүзеге асыруға тиіс істеріммен мен алғашында оны бастамас бұрын өлердей қорықтым. Егер сіздің жаңа қадам жасар алдында бойыңызды қорқыныш билемесе, онда бұл сіз үшін аса маңызды нәрсе болмағаны. Бірінші бөлімде ұлы істер туралы айтқан болатынбыз. Ұлы істер деп нені айтамыз? Мүмкін сіз өзіңізге оңай бір іспен айналыстыңыз делік. Ал басқа адамдар бұған таңдана қарайды. Бәрі керісінше болуы да мүмкін. Сіз жанталасып күресесіз, қорқынышты жеңуге тырысасыз, басқалар оны байқамайды. Сондықтан да өзіңізді басқа біреудің өлшемімен өлшемеуіміз керек. Төмендегі сөйлемдерді оқи отырып өзіңіздің тәуекелге қаншалықты дайын екеніңізді анықтаңыз. Біз кейде ескі жолмен жүрген, жаңа жолмен жүргеннен бірдей қауіпті екенін ұмытып кетеміз. Ескі жол бізге таныс болғандықтан қауіпсіз деп ойлауымыз қате. Өмір ойын, тәуекелге бармаған адам ұта алмайды. Өмірде сенімнен кездейсоқтық басым. Бәрін тез арада істеңіз, өйткені адам үлкен табысқа жету үшін ешқашан түбегейлі дайын болмайды. Ештеңені істемеген адам ғана қателеспейді. Белгісіздіктің сырқаты белгілі нәрсенің ауруынан әлде қайда ауыр. Әрбір іс-әрекет жоспарының өз құны мен тәуекелі болады. Бірақ олар комфорт пен ештеме істемеудің құны мен тәуекеліне қарағанда әлде қайда аз. Сіз ұтылудан қорықсаңыз, онда ешқашан ұтпайсыз. Тәуекелге бара біліңіз, еденнен ешкім құлаған емес. Егер біз өзіміз үшін өзгерістер қаласақ, онда бірінші өзіміз өзгеруіміз қажет. Әрбір өзгеріс біз үшін тәуекел, өйткені біз қалыпты әдеттегі ортамыздан шығамыз. Алайда тұлғалық өсу комфорт аймағынан тыс жүзеге асады. Менің тәлімгерлерімнің бірі: өзіңнің комфорт аймағынан шық, әрбір шешілген проблеманы жаңа қиын проблемамен алмастыр деген болатын. Бұл кітаптан 20 жыл ішінде қалай капитал құрып, оның пайызына жақсы өмір сүруге болатындығын білетін боласыз. Алайда сіз оған небәрі 7 жылда қол жеткізе аласыз. Өзгерістер орын алған сәтте ғажайыптар болады. Дегенмен сіз өз комфорт аймағыңыздан шығып тәуекелге бара білуіңіз керек. Және сізге сәттілік керек. Сәттілік шын мәнінде керек пе? Сізге үлкен сәттілік керек. Сәттілік дегеніміз не? Бірінші, ол қай кезде жүзеге аспайтынын айтуға рұқсат етіңіздер. Ол адамның күш-жігерін жұмсамай қол жеткізе салатын қалауы емес. Фрэнк Синатра бір түннің ішінде әйгілі болды. Теледидардағы бір тікелей эфирден оны бүкіл әлем таныды. Оның басына қонған таңғажайып сәттілік туралы сұрағанда, ол біріншіден бұл түнді ұйықтап қалмай ояу өткізгенімнің өзі сәттілік. Екіншіден мен бұған 10 жыл дайындалдым деген екен. Гольфтің кәсіби ойыншысы Бернард Лангер бірде допты ағашқа лақтырады да, ол жоғарыда бұтақтардың арасында тұрып қалады. Бұл ұтылды деген сөз еді. Алайда Лангер ағаштың үстіне шығады да допты төменге қарай ұрады. Доп болса алаңның нақ ортасына келіп түседі. Лангер допты лункаға алып келіп турнирді ұтып алады. Одан Лангер мырза, бұл керемет сәттілік болды деп ойлаймын деген журналистке: «Я, мен де байқадым. Мен жаттыққан сайын менің жолым бола түседі» деген екен. Керемет сәттіліктің түп тамырына үңілетін болсақ, оның көп жылғы ұзақ дайындықтың нәтижесі екенін көреміз. Сәттілік қайдан пайда болады? Қаржы жағынан үнемі жолы болғыш адамдар болады. Алайда оған тереңірек үңіліп лупамен қарайтын болсақ, оның әр жағында үлкен дайындықтың жатқанын көреміз. Әдетте бұл үнемдеуді үйренген адамдар. Олардың қолында белгілі бір мөлшерде қаржы бар және олар өздеріне берілген мүмкіндікті қолдана білуді үйренген адамдар. Сәттілік бізге мүмкіндіктер арқылы келеді. Кейбір адамдар есіктерін қағып тұрған бақыттарын байқамайды. Олар мүмкіндіктерін жіберіп алады. Өзінің есеп шоттарымен басы қатып жүрген адамдар берілген мүмкіндіктерді байқамайды әрине.
Енді біреулер бұл мүмкіндіктерді көрсе де шешім қабылдауға жүрексініп, кейінге шегере береді. Алайда жақсы мүмкіндіктер кешіккендерді күтпейді. Желде есіп өте шығады. Сондықтан бірден әрекетке көшу керек. Тек кейбір адамдар ғана мүмкіндіктерді танып, қажетті капиталға ие болады және бірден әрекетке көшеді. Оларға сәттілік серік болады. Ал санаулы адамдар ғана жаңа мүмкіндіктерді өздері іздей бастайды. Міне ондай адамдардың шын мәнінде өмірі сәттілікке толы болады. Сонымен сәттіліктің құрамдас бөліктері: капитал жинау, мүмкіндіктерді тани білу, тез шешім қабылдап тез әрекетке көшу. Егер адамның шын мәнінде жолы болғыш болса, ол өзінің бағына қарай жүрді деген сөз, және тәуекелден қорықпайтын адам болғаны. Біз раушан гүлді көреміз де оның тікенектерін байқамаймыз. Біз сәттілікті көреміз, бірақ оған дайындықты байқағымыз келмейді. Біз басқа адамның сәтсіздігін көрмейміз. Сіз бақытты адамдар өзінің бақытына барар жолда қандай дайындалатынын білгенде таң қалатын боласыз. Біз өзіміз түсіне бермейтін нәрселерді ғажайып немесе сәттілік деп атауға әуеспіз. Алайда ғажайыптар қолдан жасалынатынына көз жеткіздік. Сондай-ақ сәттілік те көп жылға дайындықтың нәтижесі. Ғажайыпты өзіміз түсіндіріп бере алмайтын кереметтердің қатарына жатқызасыз ба? Әлде өзімізді сәтсіз адамдардың қатарына жатқызасыз ба? Бұл тек өзіңізге байланысты. Осылайша өзімізден жауапкершілікті алып тастайсыз. Ал сәтсіздіктеріміз бұған керемет себеп болады. Дегенмен өз тағдырыңызға жауапкершілік алатын болсаңыз, өз бақытыңызды жоспарлай аласыз. Әрбір адамның сәттілікке жолығуға мүмкіндігі бар. Осыдан келіп мынадай сұрақ туындайды: өміріміз үшін, оның ішінде ғажайыптар мен сәттіліктер үшін жауапкершілік алғымыз келе ме? Егер иә деп жауап берген болсаңыз, сіз қандай мүмкіндіктерге ие болатыныңызды білгенде таң қалатын боласыз. Егер жоқ десеңіз, онда мен жолы болмайтын адаммын деп айтатын боласыз. Егер өз өміріңіз үшін жауапкершілік алсаңыз, бақытыңызды жоспарлай аласыз. Ғажайыптарды жасау оңай ма? Кітаптың басқа бөлімдерін оқи бастағанда бәрі оңай екенін аңғарасыз. Бұл онсыз да солай. Бай болу оңай. Кейбір тәртіпті ұғынып қолдансаңыз болғаны. Тап қазір үстеліңізге отырып 1 сағат кітап оқып, 5 минут табыс журналыңызға жаза аласыз ба? 90-ына 1 рет семинарға бара аласыз ба? Айналаңызға таңдаулы адамдарды жинай аласыз ба? Иә, әрине, өйткені бұны ұғыну оңай. Десек те бұны жүзеге асыру оңай емес. Жеңіл істердің өзі жүйелі түрде жасау керек болса, оңай болмай шығады. Тәртіп пен әдеттерді өзгерту оңай шаруа емес. Бұл тіпті де қиын шаруа. Есіңізге түсіріңізші, бір нәрсені бастаймыз да аяғына жеткізбей тастаған кездеріміз қаншама. Мұнымен қалай күресеміз? Жауабын 5-ші бөлімнен таба аласыз. Тәртіп пен жаңа әдеттер жаңа сенім ережелерінен басталатынын байқайсыз. Осыларсыз сіз ескі әдеттеріңізден арыла алмайсыз. Алайда біз жаңа сенім ережелерін жасайтын болсақ, жаңа әдеттеріміз мәселе туындатпаса керек. Сіз дайын болмасаңыз, шанс пен мүмкіндік маңыңызға да жуымайды. Дайындық ішкі қалаудан басталады. Өз тағдырыңызға өзіңіз жауап беретініңізге шын мәнінде сенесіз бе? Өзіне жауапкершілік алған адам алға қарай нық қадаммен жылжи алады. Негізгі идеялар. Адамдардың көпшілігі 1 жылда қол жеткізетін нәрселерін асыра бағалайды да, 10 жылда қол жеткізетіндерін жете бағаламайды. Түбегейлі өзгерістер 5 деңгейде жүзеге асады. Әрекет, технологиялар, тұлғалық даму, әлемге көзқарасың, өз-өзіңді тану. Сіз тәуекелде мүмкіндікті көруіңіз мүмкін. Сондай-ақ мүмкіндіктен де тәуекел көруіңіз әбден мүмкін. Миллиондарға жай ғана ие болғаннан миллионер болғаныңызды ұғыну сізді көбірек ләззатқа бөлейді. Өйткені соңғысы сіздің ғажайып жасай алатын адам екеніңізді білдіреді. Өзін өзі жете бағаламайтын адамдар тәуекелге бара алмаймын деп қорғанады.
Ғажайыпқа қол жеткізу үшін тәуекелге бара білу керек. Егер жаңа қадам басарда сіз қобалжымайтын болсаңыз, онда бұл қадамның сіз үшін маңызы шамалы. Сенсациялық сәттіліктің жақындап қарағанда тіпті де сенсациялық емес екенін, ол ұзақ дайындықтың нәтижесі екенін көреміз. Біз қаншалықты сәтті адам екенімізге өзіміз жауаптымыз. Сондай-ақ өмірімізде болып жатқан ғажайыптарға да жауаптымыз.